Төлеген аға өзінің анасымен осы қалада тұрған соғыс басталғанда. Біздің семья ауылда болған. Сонда бір күні 2 күн бе, 3 күн бе әкем үйде болмады. Анамнан сұрап едім, не айтқанын қазір есімде жоқ. Сөйтсем, ол кісі осында Төлеген ағамен қоштасам деп кеткен екен. Үйге бірнешеден кейін үйге келгенде, таңертең тұрғанда Төлеген аға маған енді ол кезде мен 4 жастамын ғой. Туфли алыпты. Қоңыр туфли детский. И қызғылт розовый носки. Соны маған подарка деп менің әкемнен беріп жіберіпті. Мен далада баладармен ойнап жүргем, жазық тұрмын весной. Күн ашық, қар жоқ. Үйге келсем, былай по периметру дейді ғой, әйелдер отыр екен. Дәл босағада менің анам жылап отыр. Мені көргеннен кейін құшақтап, ағаңнан айырылдық деп, мен бірге жыладым. Жастары өсе берсін, семьялы болсын, балалы болсын, баладарын өсіретін болсын, оқытып, ол бейбітшілік уақытты болады. Сондықтан еш уақытта соғыс болмасын. Бүгін міне жеңістің 80 жылдығына орай Риддер қаласында ауқымды маңызды шаралар ұйымдастырылды. Таңның атысымен жергілікті тұрғындар, қаланың түрлі ұйымдары батыр бабамыз Төлеген Тоқтаровтың ескерткішіне келіп гүл шоқтарын қойдық. Одан кейін бізде мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою шарасы жоспарланған. Сондай-ақ халыққа арналып арнайы түскі уақытта және кешкі уақытта тамаша жарық жұлдыздардың қатысуымен концерттік бағдарлама ұйымдастырылады. Жалпы біздің қала тұрғындары бүгінгі уақытта белсенді, шарамызға 10 мыңдай тұрғын қатысып отыр.